Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен торттың шетіне арналған вафельный крошка жасайтын боламыз. Өте дәмді, өте әдемі келеді. Міндетті түрде менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге керегі ақуыз. Ақуызға сахарный пудра саламыз. Барлығы тең мөлшерде болуы керек, барлығы 50 грамм шамасында. Ал егер сізде таразы болмаса, үлкендеу жұмыртқаның, бір жұмыртқаның ақуызына 3 ас қасық сахарный пудра, 3 ас қасық сары май бөлме температурасындағы және 3 ас қасық електен өткізілген ұнымызды салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Аталған заттардың барлығы бірдей мөлшерде болуы қажет. Пергамент қағазымызға төсеп, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Дәл осылай өте жұқа етіп 170-180 градуста қызып тұрған пеште сарғайғанша пісіріп аламыз. Пештің алдында мұқият қараймыз, себебі тез піседі. 2 минут шамасында алып суыған соң осылай үгітіп қолдануыңызға болады. Дәл осы құраммен жұқа 5 дана шықты. Дәл осылай кез келген тортқа қолдана аласыздар. Өте дәмді, әдемі шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Умида.